Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге салаттарға арнап осындай керемет тарталеткелер дайындауды үйренетін боламыз. Бұл тарталеткелеріміз ең қолжетімді заттардан жасалынады. Ең алдымен тұз қосылған суымызға бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Енді суымызды ұнға қосып, әдемілеп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды тындыруға қойып қоямыз. Қамырымыз біраз уақыт тұрды. Енді қамырымызды жұқа етіп, жақсылап жайып шығамыз. Қамырымыз онша жұқа да емес, қалың да емес. Енді осындай формамен кесіп шығамыз. Сосын тарталеткенің ыдысына осылай саламыз. Жақсылап басамыз. Осындай таяқшалармен әдемі етіп шеттерін шығарып шықсаңыздар да болады. Бізде дайын болды. Енді тағы жасаймыз. Достар, бұл тарталеткелердің күшті жері салаттарымыздың суы да ағып кетпейді. Дастарханға қойғанда әдемі болып тұрады. Тарталеткелерді 3-4 күн бұрын жасап қойсаңыздар да, олар бұзылмай күшті болып тұра береді. Тарталеткелерімізді осылай тесіп шығамыз. Сосын қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанға дейін пісіреміз. Достар, міне біздің тарталеткелеріміз пісіп шықты. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.